Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып тіркеліп кетсеңіздер. Бүгінгі бізде басты жаңалықтарымыз: атақты вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовқа қатысты сот үкімі шықты. Сот қалаусымен Төребаев пен Шерниязовты 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Төребаев пен Шерниязовтан басқа сотталушылардың барлығы дерлік қылмыстық кодексінің 2 бабы бойынша кінәлі деп танылды. Сот үкімімен күдіктілерге бас бостандығынан айырудың түрлі мерзімдері тағайындалды және де қасындағы адамдарды бірге күдікті ретінде барлығына қысқа мерзімді де уақыттары берілді.